келесі сот тағайындалатын уақыт өзгертіледі. Себебі 1 мамыр демалыс күні, ол бейсенбіге келіп тұр. 2 мамыр жұма, бір күнге сот отырысы тағайындалмайды. Сондықтан ол күндердің орнына сот отырысы 28 және 29 сәуірге ауыстырылады. Егер қазір өздеріңіз уақыттарыңызды қарап, егер болмайтын болса, сотқа өтініш хаттарыңызды жіберулеріңізді сұраймын. Әзірге 28-29 сәуір сағат 10-ға. Одан кейінгі сот отырысы 5-6 мамыр сағат 10-ға тағайындалады. Өйткені себебі 7 мамыр демалыс күні, 8 мамыр жұма жұмыс күні, тағда сіздердің де сотында уақытын үнемдеу мақсатында 2 күнге тағайындаймыз деп келістік. Сондықтан осы күндерге ауыстырылады.